Сәлем, менің жас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қарбыз жемісін талқылаймыз. Қарбыз 92%-дан судан тұрады. Оның отаны оңтүстік Африкадағы Калахари шөлі. Қарбыз дөңгелек, төртбұрыш жалпақ, сопақша, тіпті цилиндр пішінді болады. Ал мәйегі, яғни ішкі бөлігі қызғылт және сары болып өседі. Халық арасында қарбыздың аналығы және аталығы бар деген түсінік қалыптасқан. Бұл жай ғана аңыз. Шын мәнінде барлық қарбыздардың жемісі аналық болып табылады. Сары қарбыздар қытайлықтар арасында өте танымал, және ол қызылға қарағанда 2 есе қымбат. Өйткені сары түс байлық пен алтынды білдіреді. Жапондықтар тіпті қара қарбыз өсірген. Олар кәдімгі қарбыздан тәттілік дәрежесіне қарай ерекшеленеді. Жапонияда бұндай қарбыздарды сән-салтанаттарда сыйлық ретінде беріледі екен. Нарықта орташа бағасы шамамен $250 құрайды. 2008 жылы алғаш өсірілген бұл қарбызды аукционда 650 мың жапон иеніне сатылды. Жапондықтардың тағы бір өнертабысы төртбұрышты қарбыздар. Олардың пайымдауынша дөңгелек қарбыздар үстелде домалап тұрмайды, тасымалдауға да ыңғайсыз болып келеді. Сондықтан олар арнайы шыны ыдыстарға қарбыз түйінін салып өсіре бастады. Дәл сондай әдіспен қауын, асқабақ, кабачки, қызанақ, қияр және тағы басқа жеміс-жидектерді өсіруге жоспарлануда. 2005 жылы әлем бойынша ең үлкен қарбыз ақш-та 122 келіге дейін өскен. Кейін ол 2006 жылы Гиннес рекордтар кітабына енген екен. Алда мен сіздермен көптеген дәмді тіл үйірі рецепттермен және қызықты мәліметтермен бөлісіп тұрамын. Кездескенше сау болыңыздар.